Мұса мен Қызыр. Мұсаға Алла көп ілім береді. Сансыз мұғжиза нәсіп қылады. Кітап түсіріп, дана етеді. Рухани ілімнің шарапатынан Мұсаның көңілі шалқиды. Ол бірде: «Уа Алла, сенің іліміңе менен асқан құлың бар ма?» деп сұрайды. Әлбетте бар. Парсы мен Рум дариясы тоғысқан жерге барсаң, менің бір Қызыр есімді құлымды табасың. Сен содан сабақ ал дейді. Мұса пайғамбар таңғалып, Қызырды көргісі келеді. Оны қалай табам? Дорбаңа бірнеше балық салып ал. Ол балық қай жердің суында тірілсе, сол жерде Қызырмен жолығасың дейді. Мұса жолға шығады. Темір таяғы тебендей, темір етігі теңгедей болғанда, қос дария тоғысқан жерге келеді. Балықтар осы жердің суында тіріліп, жүзіп кетеді. Қызырды сол жерде кездестіреді. Мұса ішінен: «Ана шалдың менен қай жер артық?» деп ойлайды. Сол кезде бір шымшық ұшып келеді де, екеуінің ортасына бір тамшы су тамызады. Қызыр оны көріп жымиып күледі. Сонда Мұса: «Неге күлдің?» дейді. «Жиған терген ілімің тамшыдай ғана дегенді ишаралап тұр» дейді. Сонда Мұса: «Онда теңіздей біліміңді көрсет. Мен шәкірт болып саған ерейін» дейді. «Менен ілім үйрену үшін сабыры керек. Мен кейде ақылға симайтын іс жасаймын. Сол кезде тағат қылып ақырын күт. Артық сұрақ берме. Шартты 3 рет бұзатын болсаң, сапарымыз тәмән» дейді. Мұса келіседі. Екеуі жолға шығады. Ұзақ жүрген соң бір кемеге мінеді. Кеме иесі Қызырдың танысы екен. Одан жолдың ақысын алмайды. Біраз жүргеннен кейін Қызыр қолына балта алып, кеменің түбін теседі. Кеме қисайып, жүзуі нашарлайды. Сонда Мұса шыдамай, «Ақалмаған жақсы адамға неге қастық қылдың? Мұның не?» дейді. «Ештеңе сұрамаймын деген уәдең қайда?» дейді Қызыр. Мұса уәдесін ұмытқан үшін кешірім сұрайды. Кеме әзер дегенде жағаға жетіп, бұлар түсіп қалады. Кеме қайта жүзуге жарамай, қайранда қалып қояды. Сапар жалғаса береді. Бір ауылға кіргенде ойнап жүрген бір топ балаға кездеседі. Қызыр ойланып жатпастан әлгі балалардың біреуіне у беріп өлтіреді. Мұса ашуланып: «Бейкүнә баланы неге өлтірдің? Ол саған не жазды?» дейді. «Уәде қайда, Мұса?» дейді Қызыр екінші рет. «Енді сұрамаймын» дейді Мұса кешірім сұрап. Сапар қайта жалғасады. Жүре бір ауылдың үстіне түседі. Бірақ жолаушыларды жан баласы қонақ қылмайды. Екеуі шарасыз кетіп бара жатып, қабырғасы құлайын деп тұрған қораның жанына кеп тоқтайды. Қызыр қораның қабырғасын түзеп, қалпына келтіреді. Сонда Мұса: «Бұл ауыл бізді не қондырмады, не дұрыстап сыйламады. Ал сен бөтеннің қорасын жөндеп жатырсың. Не үшін деп ренжиді?» Мұса уәдесін 3 рет бұзған соң, Қызыр оған: «Мұса, осымен сапар да, сабақ та тәмам. Бұдан артық сені ертіп жүре алмаспын. Сен Алланың хикметті істерін ұқпайтын надан екенсің» дейді. Надансың дегенге Мұса шамданып қалады. Қызыр сөзін әрі жалғап: «Енді бәрінің сырын баяндайын. Әуелі кемені қиратқаным, сол елдің патшасы көрші елге соғыс ашып, кеме жинап жатты. Енді жандай шаптар кедей танысымның жүзуге жарамсыз кемесін алмайды. Соғыс біткен соң досым кәсібім жалғастырады. Екінші, өлген баланың әке шешесі момын адамдар. Ал бала бұзақы болып өсіп келе жатты. Ол ер жеткен соң ата-анасын, ауыл аймағын қан қақсатып, қаныпезер болмақ еді. Алла тағала момындарды аяп, баланы маған өлтіртті. Үшінші, бұзылған қораны жөндегенім, ол аулада 2 жетім бала өсіп келе жатыр. Қабырғаның астында балаларға аталары мирасқа қалдырған алтын күміс көмулі жатыр. Қабырға құласа,
қазына шашылады. Ел жұрт талап, жетімнің ақысын бермей кетеді. Алла жетімдердің мирасын өздеріне сақтауға әмір берді. 2 бала ер жеткенше қабырғаны құламайтындай етіп жөндедім. Мен осы істің бәрін Алланың қалауымен ғана жасадым деді. Бұл істердің сырын енді түсінген Мұса көңілі өсіп, өзін асқан білімдар санап, Алла алдында айыпты болғанын ұғады. Қоштасар сәтте Қызырға ізет көрсетіп, іліміңіз шынымен артық екен, маған ақыл беріңіз деп қолқа салады. Сонда Қызыр: бірінші, шексіз ілім Аллада ғана болады. Екіншіден, кісінің киіміне қарап қорсынба. Үшінші, ақылың ашуыңа шолғыншы болсын. Төртінші, әр істің соңын бір Алла ғана біледі. Алдын ала кесіп, пішіп, асығыс пәтуа айтудан сақтан дейді. Осыдан бастап ел арасында Алланың ісін пайғамбар болжап білмейді деген сөз қалыпты.